Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz өткен сабақтарымызда Шуара сүресін өтіп жатқанбыз, естеріңізде болса. Сол аяттарды жалғамастан бұрын бір кішкентай тоқтап кетейік деп өткенде келіскенбіз. Себебі Шуара сүресінің сол аяғына таман Алла тағала бірнеше пайғамбарлардың уақиғаларын айтады. Сол пайғамбарлардың көпшілігінің сөздері біркелкі келеді. Және сол сөздер сіздерге, біздерге ыңғайлы түсінікті болу үшін, сол сөздерді әр пайғамбардың сөзіне қайтып келген сайын қайта-қайта айтпас үшін, біз кішкентай ғана сол бір мәселеге тоқталып өтсек деген ниетіміз бар еді. Яғни былай айтқанда христоматия дейміз ғой. Өзіміздің бара жатқан тақырыптан қатты ауытқымаймыз деп ойлаймын. Ол енді әрбір мұсылманға керек дүние. Оны көпшіліктің адамның көкейінде жүр, дегенмен түйіндеп алатын, нақтылап алатын бір орай келіп тұрған сияқты. Ол тақуалық мәселесі. Қандай пайғамбар келсе де, мына Шуара сүресіне байқап қарасаңыз, осы сүренің тақырыбы бойынша бірінші орында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қайсы бірі келсе де тақуалыққа шақырады екен. Нух алейхиссалам келеді және халайық Алладан қорқыңдар дейді екен. Тағы да басқа пайғамбар келеді, оның да сөзі сөйтіп басталады. Халайық Алладан қорқыңдар деп басталады. Қорқу енді синонимдас бірнеше ағайын туыстық сөз ғой ол енді. Осы қалаған тілде алсаңыз да қорқу дегеннің синонимдары көп. Араб тілінде де дәл солай қорқу деген сөздің синонимдары көп болады. Бірақ бұл жерде Алла тағала міндетті түрде уақо сөзінің түбірінен алынған тақуа сөзін қолданады екен. Тақуалық дегенді. Көбінесе сол осы нәрсе қалып кеткендей. Яғни қанша пайғамбар келсе, сол пайғамбардың барлығы Алладан тақуада болыңдар деген сөзді айтады екен. Егер енді 2000 жылға дейін сіз намаз оқыған болсаңыз, онда оны білесіздер деп ойлаймын. Сол 2000 жылға дейін халықтың көпшілігінде, осы намазхан адамдардың көпшілігінде осы сөз шынымен ақ ұран болатын, тақуалық деген сөз. Тақуа болайық деп бір-бірімізге насихат қылатынбыз. Кейін енді 2000 жылдан бері қарай басқа ұрандар көбейіп кетті. Ол енді бәрібір қайтадан уақытша деп ойлаймын. Өйткені мысалы кейбіреулер осы маңызды деп таухид деген сөзді маңызды қылып алды. Біреулер шығып алды да жоқ, бұның барлығы пір деген сөз маңызды деп алды. Біреулер жоқ, хизб деген, партия деген сөз маңызды деді. Соның ішінде ислам мемлекетін құру керек, халифат деген сөз маңызды деді. Біреу келді джихад деген сөз маңызды деді. Бірақ бауырлар, сіздер талассаңыздар қайда жүгініңіздер деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Құранға және оның пайғамбарының сөздеріне. Міне Құранға жүгінсек, осы Шуара сүресіне жүгінсек, бұл жерде қандай пайғамбар келсе бірінші орында тақуалыққа шақырады екен. Сонда тақуалық деген не енді? Сонша пайғамбар келсе, соның бәрі соған шақырады екен. Бұл нені білдіреді екен, бауырлар? Осы бір іске тоқталып кетсек. Тақуа сөзі арабтың сөзінен алынады. Бұл негізі сақтану деген түбірден шығады. Түпкі сөзі, тақуалық деген сөздің түбі сақтану деген сөзден шығады. Сол үшін болса керек, Амир аль-Муъминин Омар радиаллаху анху, Омар халифаның бір отырысында бір кісі, үлкен сахаба кіріп келгенде, Омар сұрайды: маған тақуалық жайында түсіндіріп бересің ба дегенде, Омарға айтады, Хазіреті Омарға айтады: Амир аль-Муъминин, мұъминдардың әміршісі, сіз тікенегі бар жолмен жалаң аяқ жүріп көргенсіз ба дейді. Иә, жүргенмін дейді. Бала кезде оны көпшілігіміз жүрген шығармыз енді. Таза бір квартираның ішінде өмір сүрген адам болмаса, негізі
былай жүрген шығарсыздар деп ойлаймын. Жалаң аяқ, тікенегі бар, немесе тікенек болмаса да қатты жаңағыдай тасы бар, майда тасы көп, жолмен жалаң аяқ басып жүргендеріңіз көп шығар. Соны мысал қылып айтады. Сол жолмен жүрдіңіздер ғой? Иә. Сол кезде қалай жүрдіңіз дейді да. Қалай жүрдіңіз? Өте ақырын, не? Бірақ ақырын жүре ала ма бала? Қашан көрдіңіз сіз баланың ақырын жүргенін? Олай жүрмейді. Бірақ жүрегіңізде сезім болады. Басып кетпейін деген. Бәрібір ше? Жүресіз, өзіңіздің жүгіруіңізбен жүгіре бересіз. Бірақ абайлайсыз. Керек жерінде аяқың ұшымен жүріп кетесіз. Керек жерінде аяқың бір жанымен жүріп кетесіз. Бірақ жүресіз, тоқтамайсыз. Өмірде сол бауырлар. Бұл өмірде мысалы енді тақуалық деген сөз сондай екен деп мүлде жаңа өгіз аяңға басып алып, асықпай жүр демейміз. Жоқ, осы өмірдің тіршілігін, өмірін жүреміз, сүреміз. Бірақ бауырлар, тақуалық деген Омар халифаға әлгі сахабаның айтқандай, дәл тікенек жолмен қалай жүресіз, солай деген екен. Сақтанып жүресіз, түсінесіз бе? Ол сақтық сіздің барлық жағыңызда болады. Тек аяғыңызда болмайды. Аяғыңыз ғой басатын тікенді. Бірақ сол тікенді басатын аяқтан сіз бірінші орында жүрегіңіз тоқтатып тұрады сізді. Көзіңіз соны көріп жүреді, жәрдем беріп жүреді. Таңдайды, қандай жүгіріп скороспен келе жатсаңыз да көзіңіз осы барынша көріп өтуге әрекет жасайды. Бір майда тікенді көріп қалды ма? Көз миға, ми аяққа әмір береді, ана жерде аяқың ұшымен жүгіріп кетесіз сол жерде. Дұрыс па? Зуылдап өтесіз, бірақ сол жерде жұмыс істейсіз. Яғни тек қана мынау аяқтық екен ғой, мынау бейпаруа жүре береді деген сөз жоқ, дұрыс па? Омар халифаға осындай деп те түсіндіргендігі бар. Енді рас, бұл сахабалардың тарихын оқысаңыз да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тарихын оқысаңыз да, бір ақиқат бар. Ол пайғамбарымыз да, сахабалар да бір-біріне әрдайым тақуалыққа насихат жасаған. Мысалы, пайғамбарымыздың әйгілі құтпасы бар, білесіздер. Имамдарымыз өте көп айтады. Усикум ва нафси би тақуаллах ва таатих деп айтады. Я айюхалладин аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун деп айтады. Дұрыс па? Осындай мағынадағы құтпалар егер байқасаңыздар, енді жаңа жаттап, кішкентай имамдыққа жақын болып жүргендеріңіз болса, оны бірден білесіздер, ол әйгілі бәріміздің жаттанды нәрсеміз ғой дейтін. Иә, бұл пайғамбардың өсиеттері. Уа халайық, әуелі өзімді және сіздерді Аллаға тақуалық етуге шақырамын дейді. Бұл пайғамбардың сөзі қарасаңыз. Ең бірінші сөздерін Аллаға мақтайды, салауат айтады, сөйтеді де осы сөзбен бастайтын пайғамбарымыз. Өйткені білесіздер ма бауырлар, тақуалықтың ішінде бәрі жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір кісі сұрайды ғой, тақуалық жайлы айтыңызшы дегенде пайғамбарымыз не дейді? Тақуалық қайда дейді? Қай жерін көрсеткен екен, білесіздер ме осы хадисті? Тақуалық мында деп көкірегін соққан екен, жүрегін. Ал бір сөздерінде айтады. Алла тағала сіздердің суреттеріңізге, сіздердің денелеріңізге қарамайды. Алла тағала сіздердің жүректеріңізге, амалдарыңызға қарайды. Яғни, осы сөздерден біз тақуалық деген сөздің мағынасы сақтану екен. Сөзбе-сөз мағынасы. Ал мекен ететін орны қай жер екен? Жүрек екен. Тағы да жақынырақ танысайық. Тақуалық, сол тақуалыққа алып баратын, немесе сол тақуалықтың жандағы мейуалары қандай мейуалар екен? Жемістер екен. Білесіз, бір ғалым былай деп суреттейді. Тақуалық деген дейді, бұл құнарлы жер, топырақ деп біліңіз дейді. Сол жерге еккеніне қарай өсімдік жақсы өседі. Мысалы, диқаншы адамға ең бірінші керек нәрселерді суреттеп берейікші. Сіз жақсы жеміс жидек алып, жағдайыңызды жақсарып, әйтеуір өзіңіз де жеп, бала шағаңыз да жеп, әрі рахат алатындай жұмыс істеу үшін, мысалы егін егу үшін сізге не керек?
Бірінші құрал саймандар керек. Енді кетпен, орақ, анау мынау, соқа, ат дегендей. Оның ұрық нәрселері керек, дұрыс па? Егетін заттарыңыз керек. Бірақ ең маңыздысы жер, дұрыс па? Егер сіздің бүкіл сайманыңыз керемет болып тұр, енді ең қымбат ұрық алдыңыз, егетін керемет болып тұр, енді жеріңіз нашар болса, не пайда, айтыңызшы? Дұрыс па? Жер тағы да ол маңыздылардың бірі болып қалады. Яғни қараңыз, мына дүниеде бүкіл адамзат тарихын қараңыз. Сабырлық, инабаттылық, шыншылдық, батырлық деген сияқты қасиеттерді жақсы деп біледі халық, дұрыс па? Бұны жамандайтын халық бар ма? Батырлықты жамандаған халық бар ма өз? Әлемде. Оның дініне қарамай-ақ қойыңыз. Қараңызшы, бұл қасиеттер, яғни адамның жүрегіне кіргізіп қойған. Құран-ы Кәрімде айтады: «Фааллахамаха фуджураха ва тақуаха» дейді Алла Тағала. Біз нәпсіні жаратып, нәпсінің ішіне жақсылықты да, тақуалықты да, жамандықты да салып қойғанбыз дейді. Адам баласы дінді ұстансын, ұстанбасын, жақсы жаманды ажыратады екен. Ұрлықты, қиянатшылдықты мақтаған ел бар ма? Бір ел бар ма? Бір қиянатшыл, ой, мына жігіт сондай қиянатшыл жігіт екен, тамаша екен дейтін. Сөйт мақтай ма? Бір ел, әйтеуір бір елді айтыңызшы. Жоқ. Оның дінінен тыс, дұрыс па? Дініне қарамай-ақ қойыңыз. Бәрібір христиан ба, яхуди ма, мажус па, үндіс, неше түрлі қандай діннің атын білесіз, соның бәрін айтыңыз. Бірде біреуі қасиеттің ішінде адамдық жақсы қасиеттерді және жаман қасиеттерді ажырата біледі. Бірақ білесіз ба, әңгіме о жерде емес, әңгіме сол қасиеттің егілетін топырағында екен. Сол қасиеттердің егілетін топырағында болады. Себебін айтайын. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала сол тақуалық жайында айтылған сөздер көп. Солардың біреуі, мысалы, Алла Тағала тақуаларменен бірге деген сөз бар. Немесе солардың бірі, тақуалар үшін керемет жеңістер бар деген сөздер бар. Немесе мынау кітап тақуалар үшін деп Құранда айтады. Сол тақуалар дегендегі нәрсеге тағы да бір жақындап келе Алланың сөздері арқылы түсінік беріп көрейік. Тақуалық дегеніміздің жемістерін көре тұра сол тақуалыққа мүмкін көрініс табармыз, түсінік берерміз. Біріншісі, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады. Енді мен әдейі бірінші деп тұрмын, негізі. Бірақ одан да үлкендеу нәрсе көп қой. Солардың біреуі, «Вама яттақиллаха яджаллаху махраджа». Кімде-кім Алладан қорқса дейді, оған Алла Тағала не істеп қояды? Шығатын жер қойып қояды дейді. «Ваярзуқху мин хайсу ла яхтасиб». Өзінің есептемеген жерінен оған рызық несібе береді дейді. Сонда рызық несібеңіз кең болсын, сіз ойламаған жерден де келе берсін десеңіз, тақуа болыңыз. Тақуалықтың шыңы, рызық несібенің ең төресінің мысалы ретінде мен Бибі Мариямды айтар едім. Мысал ретінде. Бибі Мариям деген бір қыз болды, Закария пайғамбардың жиені. Сол қыз өте Алладан қорқатын тақуа кісі еді. Сол тақуалықтың жемісінен дейді, Құран-ы Кәрімде айтады, бір күні Закария пайғамбар Мариямға кірсе алдына дейді, алдында не деген керемет, былай айтқанда балғын тамақтар алып тұратын дейді, о кісі дейді да. Базарға бармайды о кісі. Ақша тауып жұмыс істемейді. Бірақ алдында балғын жеміс жидектер жатады екен да. Бау-бақшаның арасында тұрмайды. Сонда Закария сұрайды, «Әнни лаки хаза». Мына зат сенде қайдан келді дегенде, Алланың рызық несібесі ғой дейді екен. Қараңыз. Енді қарапайым қара халықта бұндайды әулие дейді ғой, енді түсіндіру үшін айтып жатырмын, дұрыс па? Аллаға жақын болғандығы үшін
рызық несібе есігі ол кісіге қорқыныш болмайды екен. Адамда өткен сабағымызда ғана айтып кеттік. Тақуалық қорқу туралы, дұрыс па? Адамда өзі, мына орыс тілінде айтқанда свойственно дейді ғой. Адамның өзінің қасиетінде бар нәрседе қорқыныш деген. Бәр нәрседен қорқа береді. Сол қорқыныштың ең үлкендерінің бірі қазіргі заманда ол рызық несібенің азайып қалуынан қорқады. Ақша тауамай қалам, бала шағамды бағамай қалам, киімімді кие алмай қалам, тамағымды жей алмай қаламын. Өте үлкен қорқыныш бұл. Енді мына жерде отырған көп жастар бұны біле бермес. Өйткені енді 18 бен 25-тің арасында адам көзі соқыр батыр болады өзі. Көзі соқыр болады да, таза көзі соқыр болады. Ол от, су бәрібір кешіп кете береді. Бәрібір екі қойың бір сом, ешкім тегін. Бірақ сәл бермен қарай, бала шағалы болып, кішкентай өмірдің ащы тұщысын сезіне бере, адам қорқақ бола бастайды шынымен. Біреуге сөз сөйлеу үшін ойланады, оның артында ызғары болады деп. Біреуге қол көтеру үшін де ойланады, мұның артында милициясы мен соты болады деп. Әйтеуір қорқа бастайсыз. Баяғыда кішкентай кезіңізде анау үй салған кезінде бірінші этаж, екінші этажда кесек тасы десеңіз жүгіріп жүріп таситын, ана 30 жасар баланы жоғары қойып қойсаңыз ше, ол еңкейіп жүріп тасиды ана жерде. Кішкентай баланы жерде жүгіріп жүреді. Көзі ол аяғының астында болмайды, көзі алақ-жұлақ аспанда, жан-жақта ахахамен жүгіреді. Ана 30-дан 40-тан кейін анау сәл бүйтіп аяғының астына қарап еңкейе бастайды. 50-60-тан кейін ол жерге шықпаят қоя салады, қойшы дейді. Жастар тұр ғой дейді, шықсаңдаршы дейді. Не қылам мен ойқа дейді. Ол шықпай тұрып қорқып қояды да ойқа. Мен шықсам анық құлайым дейді. Ол ойластырып қойған бәрін. Құлайым, мына жерім сынады, былай болады, анаған барам, сосын былай жатады, гипс не қылады, мына жерім ауырады, мен айқайлайым, укол салады, скорый келеді. Бәрін уже келістіріп болды ғой, ол уже жолда кетіп бар, оның ақшасын қаяқтан табам сынып қалғаннан кейін неше ой кетеді ғой анау. Сериал болады ана кісінің ойы. Расында да адамның қорқақтығының қараңыз қайда апаратыны. Ал осы бүкіл қорқыныштан қараңыз. Бір нәрсе құтқарады. Емі, бауырлар. Емі. Ол тақуалық деген таблетка бар екен. Сол тақуалық таблеткасын ішсеңіз, сол витамин сізге келсе, денеңізде сол витаминнің жоқтығынан ғой сол. Егер сол витамин сіздің денеңізге дарыса, ана қорқыныш деген болмайды сізде. Білесіздер, әдейі мысал ретінде айтамыз. Өйткені тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям емес, оның жанындағы біраз сахабалар да дүниеге қараған емес, білесіздер ме? Ақшаға, дүниеге, малға былай өйтіп қарап, ол бір маңызды екен ғой деп қиналған емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туралы айтылады. Пайғамбарымыз дейді, Алладан бір күндік тамақтан басқа тамақ сұрамаған дейді. Бір күндік, таңертең сұрайды екен оны да. Бір күндік тамақ сұрайды. Біз ғой бір айлық тамақ үйде болмаса қарнымыз ашады. Бауырлар, аспанда жүрген құсқа қарасаңыз. Құс, соның қаптасып жүргенін көрдіңіз ба, иығына салып? Сетка, пакет тасып жүргенін? Жоқ. Күніге таңертең тұрады. Ұшып бір жерге барып, әйтеуір өзінің тамағын тойдырады. Сосын артығын жұтып келіп, балапанына алып кеп береді. Болды. Бүкіл тіршілігі сол, қайттан сосын ұйықтайды. Таңертең қайтадан соған тұрады. Қандай құстың ұясын көрдіңіз? Айтыңызшы, анау тиындар, басқалар сияқты үйіне үйіп қойған нәрсесін, анау складтарды көрдіңіздер ме? Жоқ. Алла тағала ұзаққа бармайыңыз. Алла тағаланың жаратқандарына қарасаңыздаршы, қандай нәрсе бар солардың ішінде? Сабақ бар ғой бізге. Үлкен сабақ бар ғой. Соларда неге қорқыныш жоқ? Айтыңызшы. Бауырлар, тақуалық дегеннің ең үлкен жемісі сондай екен. Ол сондай бір керемет адам баласына керек витамин екен. Сіз мына өмірдің рызық несібе деген қорқынышынан айырыласыз.
рызық несібеге деген бір қорқыныш, жетпей қалады-ау, аз болып қалады-ау, қиналып қаламау деген қорқыныштан айырыласыз. Сізде егер сол қорқыныш болса, онда сол витамин сізде жетпейді. Біліп алыңыз. Сізде сол витамин жоқ. Сіз аурусыз. Шұғыл түрде сізге сол витаминді тауып, укол қыласыз ба, жоқ, қаннан тығасыз ба, былай жейсіз ба, білмейміз. Соны табу керек сізге. Оның емі сол тақуалық. Ибрахим Адхам деген бір кісі өтіпті дүниеден. Тарихта болған о кісі. Кезінде патша болған дейді ол кісіні. Бір елдің патшасы болған. Сонда патшалығын тастап кетіп қалған дейді. Жалаң аяқ болып. Оның орнына патша болады ғой бәрібір біреу. Сол патша болған адам мана патшалыққа патша ие болып, көріп, танысып, таң қалады ғой. Мына дайын патшалықты үлкен керемет зәулім сарайлар мен осынша қызметшілердің бәрін тастап не көрінді бұл кісіге дейді. Бұл ауру ма? Не бұл дейді. Бұны түсінейші деп іздеп табыңдар дейді ғой жанындағыларға. Сонымен іздеп табады біреуі. Алдына барса бір дарияның жанында киімін тігіп отыр да. Жамау киімін бір жіппен бір нәрсеге тауып алып, жіп тауып сонымен тігіп отыр. Сонда әлгі патша амандасып, мен осы сіздің орныңызға келген патшамын, танысайшы деп ем сізбенен. Білейші деп едім. Осы кереметтей патшалықты неге тастадың дегенде, қаяқтың патшалығы депті. Ой, мұны сіздің патшалығыңыз десе, ол патшалық емес дейді. Жоқ, өте жақсы патшалық, мықты патшалық дейді. Ал патша болсаң, мықты болсаң, мынаны тапшы деп қолындағы инені суға лақтырып жібереді ғой. Ал дейді. Патшасың ғой, мықтысың ғой дейді. Қаяқта табады, айтыңызшы. Ол былай айтқанда ақымақтың сөзі ғой, егер жанындағыларға айтса, мынау судан жаңалдегі инені табыңдар десе да. Одан гөр басқа иненің қаншауын сатып әкеп берейін дейді ғой жанындағылар. Мен инені былай сатып алайын, ананы таба алмаймын дейді. Таң қалады ғой. Сонда айтады Ибрахим, суға қарайтай маған әперіңдерші десе, бір балық аузына әлгі инені тістеп шығады дейді. Сол инені алып қайтадан сонда патшалық дедің ба деген екен. Тағы да бір сөз бар. Мына түрк елінде Лалелі деген бір сопы кісі өтті дейді. Стамбулда соның жері бар, елі бар, бір аудан бар. Сол сұлтандардың бірі мешіт салады ғой. Сөйтіп мешіт салып, өзінің атынан атамақшы болады. Өзінің мешіті қылып қойғысы келеді. Сонда бір кісі келіп, ұстаз кісі екен, бала сабақ беретін, халыққа бір тәлім беретін кісі екен. Маған осы мешітіңді бер, мен осыны пайдаланайын десе, жоқ дейді ғой. Өзім үшін салдым, өзім сияқтылар ана вип мешіт та. Өзім сияқтылар келіп, бұлай өзіміз отырып, Құдайға құлшылық, анау қара тобырдың арасында намаз оқығаннан кейін өзіміз сияқтылар кеп намаз оқып тұруға салдым мен бұны. Бере алмаймын дейді ғой. Сөзге кеп қалады. Сосын бере алмаймын, сен кімсің дейді ғой. Сөйтсе анау кісі де жауап қойды. Онда сен кімсің дейді. Мен сұлтанмын дейді. Сені сұлтаның дейді, бір дәретке отыруға жарамайды ғой дейді. Бір дәретке жарамайды ғой сені сұлтандығың десе, мынау не дейді өзі дейді да, бұны сабап қуып жіберің дейді. Сабап қуып жібереді. Сөйтіп сол түні ол кісі дәретке отырамай қалады дейді. Кіші дәрет жоқ, шықпайды. Ішеді, бірақ шықпайды да. Таң атады, таңға шейін сіз қыштанып көріңізші қалай болады екен. Таң деген қандай әдем болады, Анау жұлдыздар дегенің ай сияқты, ай дегенің білмеймін жапан дала болады. Уақыт дегенің тақ тұқ өтпейді. Денесіне зәрді арып бара жатыр. Не бір дәрігерлерді алдыртады. Сөзсе дәрігерлер білмейміз емін. Мынаны ішесіз ба дейді. Ол ішсе арқар ішу керек қой, қиын ғой, ішамаймын дейді. Сомен қиналғаннан бір кісі айтады, анау кісіні шақырып келейін. Сол кісінің әлгі сөзі бар еді, ауыр ғой дейді. Сол кісіге барып сізді сұлтан шақырып жатыр десе, не болды дейді. Сөйтсе дәретін болмай жатыр десе, жарайды дейді.
сұлтандығын берсе дәретке барады дейді. Сөйтсе болмайды дейді. Болмаса жүре берсін онда. Сол біраз уақыттан кейін қайтадан шақыртады. Жарты дәулетім сенікі. Ал, енді жарты дүние деген не деген дүние бұл, зәулім сарай. Ал соны дейді ғой жаңа. Жоқ дейді. Бүкіл сұлтандығың, бүкіл. Мен сенің орныңа отырам, сен менің орныма отырасың, былай айтқан. Сен жалаң аяқ боласың дейді да. Сосын дәретке барасың. Ары көреді, қайықта денсаулықтың жанында анау сұлтандық не қылады оның бәрін? Болды дейді ғой, кештім дейді. Бүкіл әйелім де сенікі, бүкіл мал дүнием, мынау уәзірлерім, бүкіл әйтеуір тапқан үй қорадағы атым да бәрі сенікі дейді. Сөйтіп бейшара анау кісіге барады да, міне осындай саған атадым дейді. Атасаң болды деп екі қолын жайып, я Аллахым бұны кешір десе, жаңағыдегі әйтеуір дәреті шықты дейді. Содан кейін бейшара басын иіп тұр дейді, не істерін білмей. Сонда айтыпты, мен ана мешітіңді алайын да, ана сұлтандығыңды өзің ал. Бір дәретке жетпейтін сұлтандығыңды не қылам менде деген екен. Не қылам мен? Оны беріп атсын маған. Не қылам мен? Бір дәретке баруға сатып жібердің ғой. Бір дәретке баруға сататын нәрсе. Рас қой бауырлар. Енді бұл уақиға болды ма, болмады ма, мейлі. Біреу сенер, біреу сенбес. Бірақ ақиқат нәрсе бар ғой. Сіз денсаулығыңыз үшін қанша ақша төлейсіз, айтыңызшы. Бір дәретке бару үшін, рас қой. Сол сияқты бауырлар, рызық несібе сіз ойламаған жақтан келсін десеңіз, рызық несібеге деген қорқыныш жүрегімде болмасын десеңіз, ол бірінші емі оның тақуалық екен бауырлар. Алла тағала сол үшін айтады, «Уайарзуқху мин хайсу ла яхтасиб». Өзі есептемеген жақтан Алла тағала оны рызық несібесін береді дейді. Бүкіл бауырлар осы өмірді сүрдіңіз. 80 жыл бере ма Құдай, 90 жыл, 100 жыл бере ма? Бірақ осы өмірдің бүкіл жемісін, дәмін қашан аламыз біз? Қияметте емес па, дұрыс па? Қияметте соның жауабын аламыз. Ал енді айтыңызшы, қиямет күні сіз барғанда Алла тағала бүкіл амалыңның барлығын маған керек жоқ деп бетіңе лақтырса не болады күніңіз? Қалай қып күн көресіз? Онда амалыңыздың қабыл болуы үшін не керек деп ойлайсыз? Құран-ы Кәримде Алла тағала айтады, «Иннама ятақаббалуллаху минал муттақин». Расында да Алла тағала тақуалылардан ғана қабылдайды дейді. Бүкіл амалыңыздың қабыл болуы үшін Құдайдан қорқуыңыз керек екен, тақуалық керек дейді. Алла тағала айтады Анфал сүресінде, «Ин таттақуллаха яджал лакум фурқана» дейді. Егер Алладан сіздер қорқсаңдар, Алла тағала сіздерге жақсы ой береді дейді. Ойдың өткірлігі, өте зерек ақылдылық, бұл да тақуалықтан келеді дейді. Тақуалықтан келеді дейді бауырлар. Таңғаласыз. Құдайдан шын қорыққан адамға Алла рызық несібесін ойландырмай береді. Ал қалған ойлаған істерінің бәрінде өткірлік береді, ойласаңызшы. Сіз ойыңызда болмайды ол нәрсе. Бірақ не деген өткірліктер береді? Сол мысалдардың бірі Мұса пайғамбар мен Хидр алейхиссаламның жолыққандығы. Хидр алейхиссалам пайғамбар емес, Қыдыр ата деп атаймыз ғой, сол Құран-ы Кәримде хикая етілген Қахф сүресінде. Жұма сайын оқиды имамдарымыз. Сол сүреде баян етілуінше Алла тағала Мұсаға айтады, менің бір құлдарым бар, мен өзім таманынан оған білім бергенмін. Соған жолық дейді. Білімнің құдіретін көрсетпекші Алла тағала оған, Мұсаға. Пайғамбар ғой.
Бірақ сол пайғамбар мақыл деп кездесетін жерге кездескесін. Бір қарапайым адаммен жолығады. Әлгі адам оған шарт қояды. Мен саған шарт қоям, ей пайғамбар. Бір нәрсе істейміз, сен үндемей істеп кете бересің, сұрақ қоймайсың дейді. Сұрамайсың, істей бересің дейді. Қашан сен сұрақ қоясың, сол күні екеуміз ажыраймыз дейді. Ал сұрақ қоймасаң, білім қонады саған. Қызығы, сұрасаңыз ғой, негізі білім қонатын, дұрыс па? Мынау не үшін, анау не үшін десеңіз білім аласыз. Ай, сұрамасаң да білім бола ма сонда? Алладан қорқсаңыз жететін сияқты ғой, қарасаңшы. Сонда Мұса алейхиссалам жанына ереді, жарайды деп. Екеуі бір ауылға түседі. Бір кішкентай бала алдынан шығады. Баланы өлтіріп тастайды. Сосын сұрайды, мынауың қиянат қой сенің, жас баланы өлтірдің, қыршындай қып. Екеуін сен сұрамайым деп едің ғой дейді. Осыған ұқсас бірнеше істер істейді. Мысалы, арғы бетке со баланың ауылына қарай өту үшін бірінші бір қайыққа барады бұлар. Со қайыққа отырғаннан кейін, қайықшы әлгі паромдағы адам арғы бері өткеннен кейін, бұл қайықтың жанына келеді, ананың қайығын қылышпен тесіп тастайды ғой. Сосын айтады, сен бұның ақысын, еще ақшасын берудің орнына рахметің сол ма, қайығын тесіп бердің. Дегенде осы жерден ажыраймыз дейді. Сөйтсе жоқ, ер кезегі 3-ке дейін деген кешір менен өтті дейді, жарайды. Арғы бетке шыққасын бір жас баланы өлтіреді, тағы ашуланады. Одан кейін сол бір ауылға кеш болады ғой енді. Ауылға келіп, қонайық деп ауылдан қонатын қонақжай сұраса, халық бұны қондырмайды бұл екеуін. Кетіңдер деп. Сонда да ауылдың шетінде бір қирап атқан жаңалдегі қабырға жатады. Сол қабырғаны екеулеп тұрғызат, жүр маған жәрдем бер, осы қабырғаны тұрғызып кетейік дейді. Содан кейін ақыры Мұса алейхиссалам жарылады ғой. Әй, сен қызық адам екенсің. Жақсылық жасаған адамға сен жамандық жасайсың. Ал саған жамандық жасап еді, сен жақсылық жасайсың. Бұл не бұл дейді ғой? Не бұл? Қайдан келген нәрсе бұл дейді. Сонда айтады, міне екеуміз ажырайтын уақыт жетті дейді. Сосын мақыл енді ажырайып дұрыс, сөзде тұрмаған менде болды айып. Бірақ енді ана неге жасадың білейші енді іш болмағанда дейді. Сонда айтады. Анау қайықшының қайығын тескенім жақында үлкен соғыс басталады. Патша жұрттың қайығының бәрін соғысқа пайдаланам деп алып кетеді. Бірақ анау қайықшының қайығы тесік қой, ол қайық жама батқасын. Оған келген адамдар мынаның қайығы тесік екен деп өтіп кетеді дейді. Жұрт қайығынан айырылады, бірақ анау кісі әлгі қайығы бар болып жамап алады ғой, еш нәрсе қылмайды. Жамап алып қайтадан нанына қарай жүре береді депті. Ал енді ана баланы неге өлтірдің? Бұл екеуінің ата-анасы сондай бір салихалы жақсы адаматтар еді. Мынау бала ертең өссе бір баугеспе, қанышер адам болады. Соны Алла тағаланың әмірімен мен бұны өлтірдім дейді. Алла тағала сол екі азамат, ер мен әйел баласының өлгеніне сабырлық еткендігі үшін Алла тағала олардың күнәсін кешіп, салихалы ұрпақ береді оларға дейді. Ал енді ана ауылдағы қабырғаны неге тұрғыздың, олар бізді қондырмады ғой десе, біз тұрғызған қабырға бір екі жетімнің үйінің жанында тұрған қабырға еді. 2-3 жетім бала әкесі салихалы адам еді дейді. Тәпсіршілеріміз айтады, тіпті 7-ші атасы деп айтады біреулері. 7-ші атасы салихалы адамда, ойлаңыз да. Ана ұрпағына шейін әсерін қараңыз. Тақуалықтың, Сонда халықтың да мақтанатыны бар екен ғой, менің атам молда болған, қара суды теріс ағызған деп, бекер емес екен. Сонда бұның атасы жақсы еді. Мына жетімдердің. Мына қабырғаның астында бір қазына жатыр. Ертең балалар көктем шыға осы жерді қазып жүріп, осы ақшаны тауып алады деген екен. Сол үшін қабырға жатса, оны таба алмас еді. Қабырғаны біз тұрғызып кеткенбіз содан дейді. Қараңыз. Бұны неге айттым, бауырлар? Кім-де-кім Алладан қорықса, Алла тағала оған өткірлік береді.
Ол сондай өткірлік болады, анау мынау адамның ақылы оған жетпейді. Мынау неге бұны істеді деп ойлайсыз да қаласыз. Бірақ оның ар жағында не деген үлкен керемет Алланың даналығы жатады. Омар халифа айтады екен, мен соншалықты бейшарамын, маған не пайда, не пайдасыз екенін білмеймін, мен бүкіл жүріс тұрысыммен Алланыкімін дейді екен. Өйткені Құран-ы Каримде айтады Алла тағала, сіздер жақсы деген нәрсе жаман болу мүмкін, сіздер жаман деген нәрсе жақсы болу мүмкін, сіздер білмейсіздер, Алла білуші дейді. Бүкіл өмірін Алла үшін арнаған адам тақуа адам болады. Шын Құдай деген адам пайда зиянды тек Алладан күтеді. Бір Аллаға ғана сүйеніп, сол бір Алламен ғана өмірі болады. Осының ішінде бәрі жатқан жоқ па, бауырлар? Таухид деген адамның таухиды да жатыр. Халифат деген адамның халифаты да осының ішінде жатыр. Бәрі жатыр. Сол үшін пайғамбарларымыз, бауырлар, бірінші орында тақуалыққа шақырған. Тақуалықтың жемісі сондай болады. Алла тағала айтады: «Иннаху ман яттақи ва ясбир фа инналлаха ла юдиъу ажрал мухсинин». Кім-де-кім Алладан қорықса және сабырлы болса, Алла тағала ихсан қылушылардың жасаған амалдарын зая кетірмейді дейді. Немесе Алла тағала Құран-ы Каримде былай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Ат-тақуа хахуна, инналлаха ла яндуру иля суарикум». Бұларды айттық. Тақуа мына жерде, Алла тағала сіздердің денелеріңізге, түрлеріңізге, суреттеріңізге қарамайды, амалдарыңызбенен жүректеріңізге қарайды деген сөздер бар. Ондай болса, тақуалық, бауырлар, әрбір адамға керек болған. Мына дүниенің ең үлкен керек қажеттілігі екен. Осы дүниенің бақытын табам десеңіз де, арғы дүниенің бақытын табам десеңіз де, жүрегіңізде тыныштық орнасын десеңіз, осы дүниенің бүкіл қорқынышынан айырылам десеңіз, білім керек болса, дүние керек болса, атақ мансап керек болса, барлығы әйтеуір іздеген бақытыңыз, іздеген нәрсеңіз, бақыт осында деп іздесеңіз, біліңіз, тақуалықта екен бақыт. Өйткені «Вәл ақибату лил муттақин» деп айтады Алла тағала. Бүкіл істің ең соңғы қайырлысы тақуалар үшін бітеді дейді. Тақуалы болған адам үшін бүкіл қайырлылық, бүкіл жақсылық соларға ғана болады. Себебі, бауырлар, осы тақуалық деген жерден мейірім, опашылдық, шыншылдық, ысыраптан қашу, басқа да ең мынау деп қасиеттіліктердің барлығы осының ішінен шығады. Жомарттылық та осыдан шығады. Батырлық та осыдан шығады. Мүмкін ол адам тақуада Құдайдан қорықпай тұрып қорқақ шығар. Бірақ сол тақуалық ол кісінің жүрегіне кірсе, тақуалық жүрегіне кірсе, ол еш нәрседен, Алладан басқа еш нәрседен қорықпайды. Рызық несібесі Алла беріп қойса, жанын алатында Алла екенін білсе, неден қорқады? Хазіреті Әлидің сөзі бар екен. Тақуа адамдар сондай болады деген. Ол кісілерді Аллаға деген құштарлық, соншалықты қуаттылығы, мынау денедегі жаны қашан шығып кетсе, сол күні Аллаға жақындаймын деп аңсап жүретін адамдар болады дейді. Мына өмірдің қадіріне қарамайтын, киім менен тәттілік, мынау дүниенің бүкіл адам қорқып жинап атқан, бақыт деп іздеп атқан нәрсесінің барлығы жай ғана шын жалған дүние болатындығы содан. Халыққа сол үшін жалған дүние деп айтып кететіні содан, бауырлар. Бірақ осы
сахабалардың түсіндірген, пайғамбарымыздан алып келген тәлімінен біз қаншалықты ұзақ екенімізді қарасаңызшы. Қаншалықты ұзақпыз, қаншалықты шетке шығып, лағып кеткенімізді қараңыз. Ал енді ойлаңызшы, осындай әскер қашан жеңіске жетіпті деңізші. Егер біздің жүрегімізде Құдайға деген тақуалық болмаса, Құдайға деген үлкен бір сенім болмаса, біз екі дүниеде де жеңіске жете алмаймыз. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Лияхшаллазина лау тараку мин халфихим зурриятан диафан хафу алейхим фальяттақуллаха вальяқулу қаулан садида." Бұл сөзді айтпай тұрып, мен қарапайым мағынасын айтайыншы. Егер сіздің дейік өміріңіз бітіп жатыр, бірақ Алла тағала айтты да, сен бүкіл ұрпағыңа, достарыңа, жақындарыңа, бүкіл бәріне бір-ақ ауыз сөз айтуыңа рұқсат. Бір-ақ ауыз сөз. Осы өмірдің мәні, сәні, бүкіл бәрін айтып кетші десе, біреу мүмкін айтатын шығар: біз өмірге бір келдік, бір кетеміз, жаса дейтін шығар. Рас қой? Тасқа ұр, тауға ұр, жетісіп қалады ма екен сол адам? Айтыңызшы да, мақұл, сол адамның айтқан істейік та. Біреу уәде сөйтіп айтты, ал жүрсейші деді да. Ал жүріңіз да, ауызға сигаретті тығыңыз, нашаны салыңыз, не дейді, бүкіл тапқаныңызды тығыңыз, қыз қырқын, қатын қалаш, арақ, шарап, бүкіл бәріне барыңыз, адам өлтіріп, қан ішіп, әйтеуір бүкіл не бақыт табады айтыңызшы. Ит өмірді таңдағасын, ит өліммен өледі ол адам. Мен ондай адамды тарихта, мысалы, сөйтіп жүріп, мысалы дейік, сондай бір иттің өмірін тауып, бір бақытты болып, сондай бір керемет болып өліп кетті дегенді көрмеппін мен. Қанша адам бар өмірде? Осындай қисық жолды таңдады, адамдарға зұлымдық қылды, зұлымдықпен өледі. Өйткені сол қисық жолды тауып адамдарға зұлымдық қылмай жүру мүмкін емес та. Өйткені зина жасаса, оның жасап атқан зинасының біреуінің мамасы, біреуінің қызы, біреудің әйтеуір жақыны болады. Дұшпан табады. Арақ ішсе, біреуге қатты сөйлейді, досынан айырылады, ағайын туысынан айырылады, абыройы кетеді. Қалған істердің барлығы осылай кете береді. Өйткені ол кісінің айтқан өсиеті дұрыс емес өсиет. Өмірге бір келдің, енді жасасайшы десе, болмайды екен ол өсиет. Дұрыс келмейді. Біріншіден, барлық нәрсені істеп кету мүмкін емес. Екіншіден, оның бәрін істегенде одан келіп атқан бір пайда жоқ. Көкелерден сұраңыз. Бір көкелеріміз бар мысалы. Жас кезінде стақанды шайнап тұрып ішкен, сақырлатып. Басында қарағайдай мүйіз шықты ма, айтыңызшы. Көрсетсінші, көрейікші. Немесе дүниені кезінде қалтасын, екі қалтасын, үйіндегі шабадан толтырып алған ақшамен өмір сүрген адамдар бар шығар. Сұраңыз, өмірдің бақыты сонда ма, тапты ма соны? Ақша сіздің жаныңызға келген сайын сіздің жаныңыздан достарыңыз кетеді деген сөзді білесіз ба сіз? Сізге ақша жақындаған сайын сізден достарыңыз кете береді. Бұл дүниеде барған сайын жалғыз өмір сүресіз. Жалғыз адамға қызық па? Қай жері қызық айтыңызшы? Анау көшеде жүрген үлкен жұлдыздарды қараңызшы. Нені аңсайсың деңізші? Қарапайым базарда қадімгідей картошка, пияз сатып алып жүрсең, жұртпен араласып қалайсың деп, жұрт сенің жаныңа келіп сенімен суретке түсуге бола ма? Сенің жанында бүйтіп кетуге бола ма? Үйтіп кетуге бола ма? Демесе деп аңсайды. Немесе жұрттар қолымен шошайтаса, пәленше кетіп барады, қарса деймін. Демесе екен дейді. Мен осы қара халықпен бірдей болсам екен деп аңсайды. Сіз ол сияқты болсам деп аңсап атсаңыз ше, ол айтады, жоқ, мен сіз сияқты болсам дейді. Мен жүрсем арасында қарапайым болып, жұрттар өтіп баратқанда соғып кет, тиіп кет, жүре берсе екен дейді. Танымай, рахат қой дейді. Онда рахат деген, онда атақтың керек жоқ екен. Дүние ма?
Дүниенің сіз қараулы боласыз ғой, өмір бақи. Қанша адамдар бар өмірде. Мысалы, мынау жұрттар iPhone деп мақтана, сол iPhone-ның бастығы рактан өлген, білесіз ба? Еш нәрсе жей алмай, қылтамақ болып рактан өлген. Сонша дүние атақтың не қылады ол? Тамақ жиямаса. Міне Билл Гейтс деген адам бар. Дүниедегі ең бірінші ондықтың біреуі, даже біріншіде шығар. Тамақ жей алмайды ол. Тамақ жей алмайды. Ауру. Не қылады ол? Миллиард ақшаларды не істейді? Жейма? Жеуге жарамайды ол. Көшеге шықса, оның ешқашан жағдайын біреу жаны ашып сұрамайды. Ақшасы үшін сұрайды. Атағы үшін сұрайды. Ол өмір емес ол. Бауырлар, тағы бір адам сізге сөз берді ал. Қандай өсиет қалдырасыз, айтыңызшы. Бір ауыз сөз қалдыр, соншалықты. Өмірдің бүкіл бақыты, екі дүниенің бақыты бүкіл өмірде, соншалықты өмір сүргенде кәдімгі майдай өтіп кететін бір бақытты болса, сондай бір сөз болса. Білесіздер ма? Халықта сондай ертегі аңыздар бар. Бір жігітке Алла тағала әйтеуір нәсіп етті ма, бір әкесін дүниеден алып, әкесі кетіп баратқанда қолына бір 5 қой береді, кейде 3 қой береді. Айтады ғой, балам, мынау қойдан басқа дүние жоқ енді деп кетеді. Сонда анау баласы өмір сүріп әйтеуір жүріп баратқан бір қария кісіге, мен саған 3 ақыл айтайын, 3 қойыңды бер деген сияқты сондай сөздер көп, дұрыс па? Адамдар бұл ертегілерді неге айтатын еді? Өйткені мына дүниедегі тапқан таянғаның анау кісінің айтқан ақылы қымбатырақ болады мына дүниеден деген. Білім деген үлкен қымбат нәрсе ол. Ол қойға, ешкіге бағаланбайтын қымбат нәрсе. Бұл өмірдің бір мәнін айтып берсе, сізге бүкіл дүниені бер, өйткені ол дүниенің арқасында ар жағын тауып аласың дегені. Сол сөздердің біреуі мына Құран-ы Кәрімде былай дейді Алла тағала. Егер өздерінен соң бейшара адамдарды қалдырып атқан адамдар қорқсын дейді. Қорқып атса, онда фәлияттақулла, Алладан қорқсын, және дұрыс сөзді болсын. Егер сіз менің ұрпағым қиын болады ау десеңіз, сіз бірінші орында тақуалық қылуыңыз керек. Тақуалық қылсаңыз, сіздің тақуалығыңыз үшін сіздің ұрпақтарыңыз жемісін жейді екен. Сіз қандай үлкен нәрсе аласыз, ол кезде. Ал ондай болса, сізге өсиет айт десе, онда былай айту керек шығар. Мұсылман болмай өлме. Алладан басқадан қорықпа деу. Болды. Бітті. Осы дүниенің мәні де, бүкіл шекарасы осы сөздің ішінде жатыр. Бұл пайғамбарлардың өсиеті өзінің балдарына қалдырған. Енді жинай келе, қорта келе айтатынымыз, бауырлар, тақуалық деген ол сіздің біздің ақылымызда болу керек нәрсе. Сол үшін Құран-ы Кәрімде Алла тағала айтады: «Ла туқаддиму байна ядайиллахи ва расулихи ваттақуллаха инналлаха самиун алим». Пайғамбар және Алланың алдынан өтіп кетпеңіздер. Алладан қорқыңыздар. Расында да Алла тағала барлығын естуші, білуші зат дейді. Ондай болса, Алладан қорқу үшін бірінші орында, бауырлар, Алла мен пайғамбардың алдына шығып кетпеу керек. Одан ақылды болайын, одан өтіп кетейін демеу керек. Ақылдың қалтасы, өмірдің мәні пайғамбар сөзі мен Алланың сөзінен аспау керек. Бүкіл тағдырда жақсылық жамандықты Алладан екеніне сене білу керек. Ал екінші айтатыны, мынау бүкіл өмірдің барлығы бір иелікте жүрсе, онда бұл дүниенің иелігінің, бүкіл дүниенің сұлтаны, иесі кім? Алла екенін білген анық болады. Ондай болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйгілі сөзі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам табанына қан толып,
уағыз жасағаннан таяқ жеп, қиналып, қысылып тұрған кезінде айтқан әйгілі дұғасы бар. Сол дұғаның ішінде ең керемет сөздерінің бірі пайғамбарымыз айтады: «Валлахи, ла убали аля хайрин асбахту ам аля шаррин, лианни ла а'ламу ма хуал хайру». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әдемі сөз бар айтқандай: «Я Аллахым, егер сенің маған деген ашуың болмаса, мен басқа нәрсеге қарамаймын» дейді. Яғни мені қызықтырмайды дейді да басқа нәрсе. Сен ашуланбасаң болды дейді. Сондықтан бүкіл жақсылықта, жамандықта Алладан екендігі. Және сол рас болатын болса, жақсылықты да, жамандықты да Аллаға тапсыруды білу керек. Басыңызға қиыншылық түссе біліңіз, Алла сізге жамандық ойлап беріп жатқан жоқ. Оның артында бір даналық бар. Алла тағала сол даналықпенен сізге сол бір хикметін үйретпекші. Сізге ешқашан біліңіз, Алла тағала жамандық алып келмейді. Сол үшін Құранда айтады: қандай жер бетінде қиыншылық, ауыртпашылық, қайғы, қасіреттер болса, бұның барлығы кімнен болады? Адамның өз қолының жасаған күнәсінен болады деп айтады. Бүкіл құрмет те, ұлылық та Алла тағалаға болатын болса, онда осы сөздердің бір жиынтығы болып, мысалы, тақуалық туралы айтып кететін кішкентай пайғамбарымыздың бір-екі насихаттарын айтып, сөзімізді аяқтайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: жүрегінде қылдайда тәкаппарлық болған адам жәннат түгіл жәннаттың иісін иіскемейді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: кімде-кім алдаса, ол бізден емес. Алдаған адам, алдаумен өмір сүрген адамның баратын жері дозақ дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: кімде-кім ант ішіп тұрып тауарын сататын болса, қолындағы затын сататын болса, білсін, сондай өтірік ант ішу тауарын өткізуге себеп болғанмен өзін лағнетке себеп болады. Кімде-кім осылай істейтін болса, сол тауарының айыбын айтпағаны үшін оған періштелер тоқтамай лағнет айтып тұрады дейді. Тоқтамай лағнет айтып тұрады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бір кісі келіп сұрайды: я Расулалла, мән нәжат, қайтсек құтыламыз дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады: тіліңе берік бол, үйіңе сыйымды бол, және күнәларыңа жылағыш бол деген екен. Жасаған күнәға жылау керек. Үйіңе сыйымды бол дегені ағайын туыстарыңызға жақын болып, соларға қиянатшыл болмау керек. Пайғамбарымыз сол үшін айтады: мұсылман адам ол сондай адам, тілі менен қолынан өзгелер жапа шекпеген, қиыншылық көрмеген адам дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тағы бір сөздері бар. Алла тағала былай дейді: мен мейірімділіктің егесімін, және ағайын туыстың да мейірімділігін мен өз ішіме алып, сол жерге бекіттім. Кімде-кім ағайын менен үзсе, мен де оны менен үземін деген. Кімде-кім ағайындықты жалғаса, мен де оны мен жалғасамын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда хадис бар: кафа бил мар'i исман ан яхбиса амман ямлик қуатаху. Бір кісіге күнә ретінде жетерлі болар еді, егер қолынан келіп тұрған ісін жасамаса дейді. Яғни бір адамға қолыңыздан келіп тұрған жәрдеміңіз болса, сол жәрдемді бермесеңіз, сізге соның өзі күнә ретінде жетерлі болады. Күнә ретінде жетерлі болады дегені, астағфирулла, сіздің дозаққа кіруіңізге себеп болатын амалдың өзі сол-ақ жетеді. Басқа күнә жасамай-ақ, бір адам мұқтаж болып, сізге көмек сұрап тұрып, немесе көмегін беретіндей болып көріп тұрсыз, сол жерде көмектеспесеңіз, соның өзі күнәнің өзі жетерлі болады екен.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дұғаларының бірі былай дейді екен: Аллахумма, Аллахым, инни ас'алукал худа ват-туқа вал-афафа вал-ғина. Аллахым, мен сенен сұрайтыным тура жол, тақуалық, ізеттілік және ғина, қанағаттылық депті. Қанағатшылдықты сұраймын, сенен қорқуды сұраймын, халықтың алдына қолымды созбауды сұраймын, және тура жолды сұраймын деген сөзі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: иттақуллаха хайсума кунт ва атби'i саййатал хасаната тамхуха ва халиқин наси би хулқил хасан. Қайда болсаң да Алладан қорық. Жақсылықтың артынан жамандық алып кел, жамандық жасасаң артынан дереу жақсылық жаса. Соны өшіріп тастайды. Адамдар менен көркем мінезбенен аралас дейді. Және ең соңғы айтатыным пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әсем сөзі: иттақун нара валау бишиққи тамратин. Бір құрманың жартысымен болса да дозақтан құтыл деген сөзі бар. Бір құрманың жартысын садақа берсең де дегені, яғни мына дүниедегі тапқан бүкіл дүниең құрманың жартысындай-ақ дүние болса да, соны беріп болса да дозақтан құтыл дейді. Сол үшін ұзын сөздің тобықтай түйіні, бауырлар, тақуалық әрбір мұсылманға керек болған. Оның ішінде бүкіл мәні менен исламның бүкіл өмірі жатқаннан кейін пайғамбарлар тақуалыққа шақырған екен. Оның ішінде сол таухидте жатыр. Оның ішінде сол бүкіл исламның көркем мінездері жатыр. Жамандықтан құтылу да жатыр, жақсылыққа қарай жүру де жатыр. Сол үшін өзімді де, сіздерді де насихат етіп айтқым келген нәрсе, бауырлар, тақуалық болайық, тақуалыққа жақын болайық. Тақуа болу дегеніміз Құдайдан қорқу екен. Жүрген тұрған жердің бәрінде Құдайдан қорқып, Құдайды сезіне білу. Бүкіл ақылыңызда, іс-қимылыңызда, көзіңіз бен құлағыңызда, қол аяғыңызда, малыңызда да Алладан қорқа біліңіз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.